Стресстен тез арылудың ең тиімді 11 тәсілі. Сәлем достар, сіздермен бірге ғажап әлем арнасы. Каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Өмір болған соң қиындықтары, біз күтпеген жайсыз жағдайлары болмай тұрмайды. Сондайда бірінші кезекте жағымсыз эмоцияға беріліп кетеміз. Ашу қысады. Жүйкеңнің әрбір талшығы жыбырлап, ойнап шыға келеді. Адам болғасын, бұл қалыпты процесс. Алайда, аяқ асты бойды билеген стресстен тез арылуға тырысу керек. Негативтің күш алуына жол берсең, жинала келе не ауруға, не депрессияға душар етеді. Стресстен арылу үшін мына амалдарды жасаңыз. Тыныс алу. Терең тыныс алыңыз. Қанша қажет деп санасаңыз, сонша рет. Эмоционалдық күйіңіз қалыпқа келгенше. Тыныс ала отырып, ішіңізден санау да жақсы көмектесетін әдіс. Билеу. Белсенді болсын, баяу болсын, маңызды емес. Маңыздысы қозғалыс. Өзіңізге ұнайтын, тыңдағанда билегіңіз келіп кететін әуенді қосып, ешкім көріп тұрмағандай жаныңызды салып билеңіз. Дәл қазіргі сәтті стресс қана емес, біраздан бері жиналған негатив жан-жаққа шашылып қалады. Шаш тарау. Негативті эмоция қысқанда мимикалық бұлшықеттер тырысады да бас ауыр тартып ауыра бастайды. Стресстен арылудың бір тәсілі 15-20 минут бойы шаш тарау. Бұл қанның жүруіне әсер етеді. Бұлшықеттерді босатады. Балмұздақ жеу. Тәтті стресске қарсы ең жақсы допинг. Сондай-ақ жақсы көңіл күйді сақтауға, стресстен арылтуға майлы балықта көмектеседі. Оның құрамындағы омега-3 жүйке жүйесіне пайдалы. Балықты жақсы көрмесеңіз, балмұздақ немесе банан жеңіз. Бұлар табиғи антидепрессанттар. Массаж. Стрессті тез сейілтіп, қалыпты көңіл күйге келу үшін мұрынның астындағы, қастың ортасындағы, еріннің астындағы, алақанның ортасындағы нүктелерді, желке тұсыңызды, екі жауырынның ортасын 30 секундтан уқалаңыз. Алақаныңызды ысқылаңыз. Стресстен құтылудың тағы бір қарапайым тәсілі. Алақандарыңыз ыстық болғанша бар күшіңізбен бір-біріне ысқылаңыз. Сол сияқты құлақты да ысқылауға болады. Бұл сізді сергітеді, ары қарай қозғалуға ынтаңызды арттырады. Жанжал мен стрессті жуу. Негативтен құтылғыңыз келсе, 15 минуттай душ қабылдаңыз. Ағып тұрған жылы судың астында тұрыңыз. Су сізге қажет емес нәрселерді шайып кетіп жатыр деп қабылдаңыз. 27 зат. Шығыс психологтары қайғы мұңнан арылғың келсе, үйдегі 27 затты орнынан қозға дейді. Сол кезде энергияның емін-еркін жүруіне кеңістік ашылады. Осыны жасап көрсеңіз, миыңыз да басқаша қозғала бастайды. Баспалдақ. Стресстен арылып, жағдайыңыздың біршама жақсарғанын сезгенге дейін баспалдақпен жоғары төмен жүгіріңіз. Бұл мидың эмоцияны басқаратын бөлігіне оттегінің баруын тездетеді. Жазу. Қағазға стресске душар еткен жағдайды тәптіштеп жазыңыз. Өз сезімдеріңізді, қандай күй кешкеніңізді де. Миға салмақ салып тұрған нәрсенің бәрі қағаз бетіне түскенде басыңыздың, бойыңыздың босап қалғанын байқау қиын болмайды. Сурет салу. Психологтар стресс кезінде 2-3 минут сурет салумен айналысса, шығармашылық шабытының 5 есе еселенген тұсына тап келетінін айтады. Яғни, дәл осы кезде сурет салсаңыз, тамаша өнер туындысы шығуы әбден мүмкін, әрі стресстің де ізі қалмайды. Жағдайда эмоционалдық жай күйін өз қолына алып, жақсы жаққа өзгерте алғандар нағыз мықтылар. Өзіңізді стресстен жеңілмейтін мықтылардың қатарында болуға тәрбиелеңіз.